Ассалаумағалейкум, аса қадірменді қазақ елі. Мен ақын Байлақов Шерхан Тілепұлы боламын. Қазіргі сіздерге менің оқиын деп тұрған өлеңімнің тақырыбы дос туралы болады. Мен сол достарды өзімнің жеке пікірім бойынша 3 топқа бөліп едім. Біріншісі ол жын дос, екіншісі сұм дос, үшіншісі шын дос. Санаттарға бөліп іштей ұсақтайсың, көрген бойда аспанда құшақтайсың. Шатасып дос таңдаудан көрінгенде досың бойда риза болып құшақтайсың. Басың жарға соғылып бұлқынасың, неге бұлай болды деп жұлқынасың, тамағыңды желкеңнен шығарғанда жайына да қалады ғой құлқынасың. Көмек беріп айтқан сөзін жақтайсың, түнде келсе есігіңді жаппайсың. Жын досыңды іздегенмен шамалып, басыңа сын түскенде таппайсың. Жын досың ол келе түстен асыңа, сән киімде тұрсаң жолар қасыңа, қарыз алып қайтаруды білместен мәселеңді қолмен жасар басыңа. Езуінде күлкісі де жасанды, жын дос сыйлар билігімен ақшаңды, әлсіз тұсты біліп алса шабылдап, үй жайыңмен талқандайды бақшаңды. Көлігіңмен әмиянның досы боп, бөтенейдің иесі дәл өзі боп. Керек кезде қол ылғи бос емес, жын достардың шын мәнінде сөзі көп. Өлтірсем деп жаман ойға ауады, сұм дос деген сұрақ қалай жауабы? Байлығымен жолдасыңа көз салып, күнәсі көп, пайдасы жоқ сауабы. Сырттай мақтап, іштей қарғап жатады, жетістігің жүрегіне батады. Істі болып көз алдына көрінсең, рахаттана күліп сені атады. Сені қолдап жақтаймын деп сөз беріп, тез айниды қалады ғой өзгеріп, сұм дос деген күліп тұрып ататын, қиындықта сатып кетер өзгеріп. Шын дос ол сені көрсе тұра алмайды, қалтаңдағы қаражатың сұралмайды, бетіңе бүкпей барды айтып салып, соңынан қаңқу сөздер тұра алмайды. Жағдаймен жас руына бөлінбейді, екі сөйлеп айну бірден өлім дейді. Шын достың бойынан сараңдықтың, арамдықтың белгілері көрінбейді. Амандығың шын досыңа керегі, мұңайсаң да саған үнсіз ереді. Қан майданда жау қолына тастамай, қан мен жан ойланбастан береді. Шын дос жолда кездеседі шамалы, шын дос жанның жау алмайтын қамалы. Сұм достармен шын достарың жоғалар, анықталып құрыған соң амалы. Рахмет.